Қазақта сөз бар дейді біреу. Ораза, намаз тоқтықта деп бір кісі ақыл айтады. Егер қарның тоқ болмаса, сәлде қалар боқтықта дейді. Қарның тоқ болмаса, намазды не қыласын оқып дейді. Біреу айтады. Әй, нан үлкен ба, Құран үлкен ба? Қарның ашып тұрса, Құранды аяғыңа басып, нанды ал дейді. Бұл сөздерде ақиқат жоқ деп те айтуға болмайды. Бірақ бұл сөздердің орны бөлек. Пайғамбарымыз, дүниені мүлде іздемеңдер, дүниеден безініңдер деген емес. Тіпті пайғамбарымыздың сөзі бар. Егер тамақ келген кезде намаз уақыты кеп тұрса, бірінші тамақ жеп ал, сосын намаз оқисың дейді. Дұрыс. Тамақты, суды бірінші қояды. Бірақ аса өмірдің мәні деп түсіну бұл ағаттық болады. Түсінесіз ба? Біреулер өмірді тамақ жеу үшін өмір сүріп кетті ғой, түсінесіз ба? Егер қазіргілерден өмірдегі мақсатың, өмірдегі бара жатқан жолың не десе, машина алу, үй салу, қатын алу деп айтады. Бұлар қысқа нәрселер ғой, түсінесіз ба? Болып қояды, оған жетіп аласыз. Соған жетіп алғаннан кейін адамның өмірінен мән кетеді. Машина алу дейді да, машина алу деп бастайды сосын. Әдемілеуін алса, сәнділеу деген тағы қосылады сосын. Осылай кете береді. Оның соңы жоқ. Білесіз ба? Бұл адамға мақсат, өмір сүрудің мәні болуы керек емес. Егер дәл солай мән қылып өміріңізге мақсат қойсаңыз, сіздің қойдан айырмашылығыңыз жоқ болады онда. Қойдан айырмашылығыңыз жоқ сіздің. Өйткені қой не үшін өмір сүреді? Егер енді қарапайым адамның тарапынан ойлансаңыз, қойдың өмірдегі бүкіл мәні қорам болса төбемде, ұрғашы болса, еркек болса, ұрғашы болса, уақытыменен, ішетін суым, жейтін шөбім болса, жанымда төлім болса, болды дейді. Қазіргі адамның да ойы солда. Төбемде қорам болса деп үй салады, ішетін жейтін тамағым, жем шөбім болса деп оны іздейді, төлім болса деп баласын іздейді, әйелім болса деп, немесе әйел адам күйеуім болса деп теңін іздейді. Сөйтеді да өмірдің мәні сол деп түсінеді. Егер өмірдің мәні сол болса, онда адам деген атының керек жоқ айтылуының. Онда ол қуыс кеуде біреу болады. Адамдық деген ол емес. Адамдық деген ол емес. Ол өмір сүрудің себепкерлері, себеп нәрсе. Онсыз болмайды өмір сүруге. Дүние табу керек, киім кию керек, әйелді болу керек, әйел адам өзіне жар табу керек, бала табу керек дегендей. Қазақта бекер айтпайды ғой, мысалы. Жаңағыдай өмірдің бар қызығы бала деген деп. Өмірдің қызығы ол. Бірақ өмірдің мәні емес. Мәні емес. Мән мақсаты емес. Ол үшін өміріңізді зая қылу, зая қылу ысырапшылық болады. Сіз жинаған тергеніңіздің бәрін соған бересіз. Пайғамбарымыз не деп айтады? Адам баласы өлген кезінде дейді, жанында 3 серігі болады, соның 2-і сатып кетеді, 1-і ғана қалады дейді. Бірінші серігі ол мал дүниесі дейді. Сол мал дүниеде өліп талып соғысты, қан төкті керек болса, көз жасын төкті, тер төкті, жүгірді. Бірақ көзі жұмыла салысыменен дүние ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Бірінші сатып кететін нәрсе сіздің дүние. Сіз сол дүние үшін деп сонша тер төгіп, соның артынан құл болып жүгірсеңізде, доллардың құлдары көп қой қазір. Құл болып жүгірсеңізде, ол сізді сатып кетеді. Ол сізді қашанда сатады. Сіз құл болған сайын ол сізді құл етеді. Бірақ сізге ешқашан адалдық жасамайды. Екінші, ол ағайын туыс, дос жарандар дейді.
Мүмкін бір дос айтатын шығар, мен досым үшін өлемін деп. Сол адамның досы өліп қалғаннан кейін қабіріне барып жатып атқанын көрмедім мен ондай жігіттерді. Сізді еске түсіріп тұрар, бірақ одан ары қарай емес. Қабірге бір өзіңізді апарып тастайды. Бір өзіңізді қояды да, ал бауырым, жатқан жерің жайлы болсын, топырағың торқа болсын дейді да кетеді. Болды. Міне достық деген сол дейді. Сізбен бірге қабірде жату жоқ дейді. Сол үшін айтады, бірге келмек болғанмен бірге өлмек жоқ деп айтатын қазақтың әдемі сөзі осында жатыр. Сіздің біздің жанымызда не қалады сонда? Сіздің біздің жанымызда жасаған жақсы жаман амалымыз қалады екен. Осы дүниеде не жасадыңыз? Сол жаныңызға келеді.